Екеуің жүреді дейді, қыз бен жігіт. Рас па? Иә. Арманмен жүріп алсашы дейді. Кішкентай деп, по идее, көрмеймін. Сен мощный қыз шешіндіргенге бар. Музыка. I wanna friends. Тебя волнует твоя жизнь, не меня твоя. Өскемен қалайсың сендермен, мен Бакензо. Бүгін бізде қонақта Өскемен қалайсыңның авторлары, осы киноны сазавать еткен, шығыста ең бірінші осындай веб-сериал түсірген Арман Сапиолда және Әсел Ошан. Біздің шығыста Өскеменде жақында өте керемет жақсы жаңалық болайын деп жатыр екен. Ол Қызық продакшнның Ескендір аға в натуре Даниярдың атына наследствосын жазып тастаған ба? Көзіңіз ше. Брат, срочно теңге керек. Срочно теңге керек. Теңге жоқ менде. Дым жоқ, ақша жоқ. Негізі сериалдың атын өте керемет ойлап тапқансыңдар. Карантин болады. Железный карантин болып, адамдарда ақша жоқ. Қазір маған өзіме бар ғой, жұрттар достарымыз айтты, брат, срочно теңге керек, ертең беремін дейді. Қақтың теңгесі. Звондама! Сендер жағдай болып отыр ма негізі, жұрттар ақша сұрай ма? Я осы сериал шыққаннан кейін бізде сразу сол теңге жағы қиын болып кетті ғой. Бір өмір заңы қатал. Сол үшін ойлап қойсаң, бір киноның атын братқа срочно теңге керек емес. Брат, срочно. Теңге бар, ақша жетеді деп қою керек. Осы сериал бізге ақша табуға пайдасы тие ме? Ақша табуға үйретемін білмеймін, бірақ та енді ақшаны қадірлеуге, ақшаны дұрыстап ұстауға точно үйретеді. Адам қай кезде бай болады? Адам бай болады, когда ақшаны дұрыс ұстауды үйренеді ғой. Орынды құртып. Оны үйрететін болса өте қуаныштымын, өйткені мен тоже жаңағыдай қаңғыбас адаммын, ақшаны көп жұмсаймын. Клеттама, кламана, жамана, лет. Бәріміз де сол, біз вообще ақшаны қадірлемейміз. Анда-мында шашамыз, сақтамаймыз, е. Бізде қанша ақша болса да сөйтеміз де, миллион болса да, 2 миллион болса да, біз бәрі сондай болып шаша береміз де. Ана екі жігіт байдың балалары ғой. Ешқашан ақшадан тапшылық көрмеген. Аяқ астынан сол әкелері больницаға түсіп, оларға срочно теңге табу керек болады. Спойлер жетпей қой. Иә. Енді бәрін точно айтпай ақ қойыңдар. Аяғында өліп қалады екеуі. Өскемен қалайсыңдар дейді, шақ адам ғой, ойлашы. Бүкіл команда жұмыста шақ адам істейді ғой. Сен еще уже сценаристсың, еще актерсың ол жерде, еще режиссерсың. Еще өзің ойнау керексің. Осы жолы бізде кәдімгідей художник-постановщиктер жұмыс жасады. Маркетинговый компания бізге көмектесті, жұмыс продвижение жағынан. Қазір кішігірім команда кәдімгі жиналып, бізде хлопушка болды, администратор болды. Мен кәдімгідей уже толығымен продюсердің жұмысын жасай алдым да, андай жүгіріп кету деген болмады. Болды, келесің, съемочный площадкаға айтасың, анау қайда деген сияқты уже сезіне бастайсың да. Бұрын бәрін өзіміз істейтінбіз де, бәрі табу. Кішкене ана жақта уже более-менее профессионализмға қарай жоғарылап кішкене келе жатыр. Мынандай сұрақ қазір ең хит сұрақ та. Жалпы 42.500 теңге алдыңдар ма? 42 теңге алдыңдар ма? Жалпы әңгіме ақша туралы отыр ғой негізі. Мен алдым. Мен заявка бердім. Потом түсті. Вот это поворот! Менде всегда бір жеріне olur. Маған беретін шығар деп ойлағам. Бірақ маған отказали, типа. Идите нахуй! Өздерің срочно теңгені қақтың тауып жүрсіңдер. Білмеймін. По идее, ақша жағынан онша қысылып жүрген жоқпыз. Заказ түсіп жатыр видеоға. Біз негізі ақша үшін никогда жұмыс жасамайтынбыз. Бізге тамақ болса болды деп. Өзімізге өзіміз жұмыс жасау несіне көштік қой ақырындап. Бұрын біз біреуге жұмыс жасадық. Мәссі. Шақсыңдар, аяйсыңдар. Мен сағат 9-дан 6-ға шейін мен үшін тупо да келу просто такси етемін. Потому что істегем да ол жұмыстарды. Мен істей алмаймын. Заставь өлтір, мен істемеймін да ол жұмысты. А егер де, например, кино түсіресің, күні-түні түсіріп жұмыс жасайтын жұмыс болса, мен істей берем, когда вот бар ғой, жүрегімен қалайтын жұмыс болса, өл, ақша берсін, бермесін, істей берем. Графикке вообще үйрене алмадым. Всегда жұмысқа кешігіп келемін, күнде жұмысқа кешігіп келемін. Ты где? Я уже лифт захожу. Айгулю вижу. Қай жерде жұмыс істеймін да, күнде бір, как минимум 3-4 сағатқа жұмысқа кешігіп келемін. Түстен кейін. Ұйықтайсың ба? Ұйықтаймын, бірақ түнде жұмыс істеймін. Бірақ егер мен бірдеңе істесем, вообще кіріссем бір нәрсе, мен оны күшті істеп беремін да, качественно істеп беремін. Азы жоқ істеп беремін. Бірақ мен оған перфекционизм бар да, бір жесткий осы жұмысқа қатысты. Өйткені каждый жұмыс адам үшін жауап береді да. Ертең мен мысалы өзім жоқпын ол жерде. Менің видеомды біреу көреді да, уже түсінеді да, кім монтаждағанын біледі да. Любой жұмыс өзінің істеген кісі үшін жауап береді. Визитный карточка сияқты. Мен айтамын да, мен всегда диктор болуды армандайтынмын. Мен күнде микроволновкаға қарайтын да, дайындалатынмын. 22 жасыма келгенше мен күнде папамдар видео ойлайтын, басақ қоймын, не үшін оқи береді өйтіп. Мен, короче, мынандай Казньюс неше түрлі жаңалықтар шығады ғой. Соны диктор сияқты қосып қоятын, қайырлы күн құрметті көрермен, тікелей эфирде Әсел Ошан. Микроволновкаға қарап телевизорда ойлайтын. Отражение. Сауатың жоқ па? Жоқ, ондай емес. Просто зеркальный да үйде. И солай мен, короче, 10 жыл көлемінде вот
дұрыс бағытта бердім да өзіме. Құрметті көрермен, Алтай арнасынан алыстамаңыз. Біздің бұйырса жетеміз соған. қазіргі өмірде сүрген нәрсеміз, біздің реальностіміз қазір. Ол біздің бұрынғы ойларымыздың нәтижесі. Сен, значит, қазір бірдеңке істеп жүрсің, сен оған келдің де каким-то образом. Сен қазір далада бомж болып жүрсің, сен оған каким-то образом бұрынғы өмір салтың әсер етті ғой, иә? А сен қазіргі өмірің сенің болашағыңды көрсетеді. Қазір сен немен айналысып жүрсің сол? Сүймейтін мамандықтарың қандай, дипломдарың бар? Жаңа сандықтың түбін жатқан мамандықтарың қандай? Ой, мен остайын, мен кішкене. Мен колледжға не бітіргем. Мектеп бітірдім, 9 классқа дейін, потом колледж. Кассуда 4 жыл оқыдым. Электрик болып, иә? Программист болып оқыдым. Программист болып. Жоқ, қатысы бар екен ғой негізі монтажға сен. Иә, мен негізінде маған ұнайды. Негізінде мен ойланып, прям программистқа осознанно түскем. Грант бар екен деп емес, бірінші мамандық, потом грант бар екен білдім де. Наоборот емес. Кейбіреулер грантқа қарайды, потом мамандықты көреді ғой. Программистқа 4 жыл оқыдым, бірақ та мен реально оқыдым. Оқыған жоқпын основной сабақты, өйткені как бы онысын и так та білесің ғой программированияны. Бірақ та андай 4 жыл кезінде андай реально бос жүрген балалар болды да 4 жыл колледжда. Реально бос жүріп, уақыт кетіріп, короче. Олар енді программаға вообще қатысы жоқ, әйтеуір. Иә, бізде бос жүрдік, иә. Түсіп алған балдар ғой. Иә. Бізде бос жүрдік. Ұйықтамаған ғой деймін. Бізде бос жүрдік, бірақ та біз новый нәрсе үйренуге тырыстық та. Монтаж, видеомонтаж, новый программалар, ойын жасайтынбыз, біз неше түрлі сайт жасайтынбыз, компьютерға вирустар жасайтынбыз, неше түрлі істейтінбіз де, короче. Hackerman. Папам қайда түсіргісі келді, Талдықорғанда қалу деген, сонда түстім, сонда 4 жыл бойы папамға күнде сондай қызыныз. Сыптуына түстің, е? Реклама болмайды деді осы үшін университеттің атын айтпай қойды. Біздегі түскен, короче, Талдықорғанда. Талдықорғанда единственный университет бар ғой енді. Жалғыз университет. Реклама айтқан жерлеріміз анда пип деп қойсашы, боқтап отқан сияқты. Мен енді сөйтіп әртүрлі әңгімелер естіп жүрмін, сырттан қарап десең, бірге көп жүресіңдер. Енді ойлаймыз, бәрі ойлап отыр, екеуің жүреді дейді, қыз бен жігіт. Рас па? Иә. Сондай минусым бар десең, сондай вредный привычкаларым бар десең. Иә, біз жүреміз. Ну, жүргенде как бы мен братишка ғой, бірге жүреміз, жұмыс жасаймыз. Жоқ, жүргенде қыз бен жігіт болып жүрмейміз әрине. Жұмыс жасаймыз. Көшеде жүресіңдер да? Магазинге мен просто біздің жұмысымыз бәрі связанный да, бірге. Бірақ та бірдеңе айтайын. Біз жүрмейміз вообще. Өтірік ол. Мен братишкам. Сен боссың да? Арман бос емес, бірақ мен боспын, бірақ Арман бос емес. Бос емес болғанда мен. Жүрегі бос емес, жүрегі бос емес. Басым бос, бірақ жүрегі емес. Еще, короче, бір қызығы бар ғой. Маған үйдегілерім Әсел туралы айта береді де, типа. Әсел жақсы қыз. Көрдің үйдегілерің да сөйтіп ойлап қойған ғой сен. Алда жездем айтады. Әсел мощный қыз дейді. Әсел албасашы, мощный әйел болды саған дейді. Олар маған айтады, маңызды емес дейсің, талантливый адам бол дейді да. Сенің әйелің дұрыс болмаса, сен бәрі жұттық болмайсың дейді да, короче. Мықты әйел, еркекті мықты болады дейді, солай айтады да. Енді олмен келісуге болады, дұрыс негізінде менің ойымша. Бірақ енді екеуің жездең айтпақшы. Менің апайым өзі тойда звондайды да, таныстырып кетемін ғой үйдегілермен. Армандар менікіне Талдықорғанға барып біз. Сосын апайым звондайды да айтады. Мә, мен жездем енді, дизайнер ғой. Осындай неге жақын. Сосын апайым звондайды да айтады. Арман күшті жігіт екен, иә. Арманмен жүріп алсашы дейді. Кішкентай деп, по идее, көрмеймін. Потому что мен анда 96, 94, 95 всякие адамдарды білемін да, которые өмірлік мақсаттары жоқ да. А вот Арманға, Салауатқа қараймын да, ойлаймын. 98 вроде. Тут мужик деп. Ну, милары мықты істейді да, и алдына қойған цельдары прям тұрады да. И Арманның қызына повезло, будущее. Так, енді бір қызық сұрақ болып тұр менде. Жалпы бұндай теманы болды білем. Арман сенің аяғындағы не ол? Бұл ма бұл? Мына аяқ киім ол единород па? Аяғым сыста кетші менде ғой. Әй, шешпей болды. Отырасың бітір алайын. Қалқаса е бәрі. Сен Алматыныкісің, е, былай айтқанда, е? Мен Ошақтікі, мен туылғам Марқакөлде, осы Шығыс Қазақстанда. Бірақ та балалық шағым Алматыда өскен. Елу-делу да? Иә. Алматы мен бір туған жерім сияқты да, ыстық та маған. Сол жерде өскен де, балалық шағым өткен. Мен мысалы Шығыстанмын. Мен туған жерім Ұлжар ауданы.
Өскеменде тұрып жатқаныма 1,5 жыл болды. 1,5 жылдың ішінде уже кәдімгідей как будто мен бұл жерде 10 жыл тұратын сияқтымын. Біз осы шығыс жақсы көреміз, сол үшін біз. Сол үшін Өскемен қалайсын түсіргіміз келді, сол үшін сериалды дамытқымыз келді. Қаланы как-то әр адам қалаға үлесін қосу керек қой, өз дамуына, иә. Біз осы өңірде не істей аламыз енді? Біз енді кино түсіре аламыз, сол кино жағынан значит дамыту керекпіз. Сол үшін біз кинолар түсіріп жатырмыз. Сол үшін Өскемен фильм академияға жазылдым. Реклама. Сол үшін мысалы любой кинода Өскемен туралы айтамыз, Өскеменде болып жатқан сияқты келтіреміз, короче. Солай дамытқымыз келеді біздің қаламыз. Өскемен локациялар кино үшін керемет та. Бұндай мысалы советский кинолар түсірсең деген сияқты ДКМ жақтар вообще мощный да енді реально. Бұл біздің былай айтқанда қаланы реально жақсы көретініміздің көрсеткіші да. Бізге бұл безразличный емес қала емес, типа бәрібір осы бізге зачем Өскеменді пиарить етіп, там басқа бірдеңке істеп, иә. Просто реально осы қаланы жақсы көреміз, шығысымызды жақсы көреміз, сол үшін біз барынша қолымызда не бар сонымен көмектесіп жатырмыз, ну енді тырысып жатырмыз да былайша айтқанда. Сен мысалға өздері кино жағынан болсын, үлестерін қосып жатсыңдар, басқа жастар өскемендіктер тыңдап отқан өздерінің салалары бойынша осы шығысты дамытады деген үлкен ойдамыз деп. Ше бір телевизор. Сол үшін алып қойық. Күшті кетті. Мотивацияны жазып. Аяғым ит кетпегенде күшті кетті. Даусымды қиып алып, астына музыка жіберіп, фонға жұмыс істеп жатқан жастардың видеосын қосып. Еще андай музыка болады прям. Аяғында көк туды жер дегенде үнемен қосқай. Короче, маған бір инстаграмға бір видео табылды, примерно. Ано Қазақстаным деген просто. Біз андай видео түсіріп үйреніп қалғанбыз, сайлау кезінде де акиматский видео деген бір жанр бар да, бір кинода. Ал енді бір кезекті қызық сұрақ болып тұр. Сен жаңа аяқ киіміңе тиіскен. Сен тұрында шешіп тастадың, не болды? Енді бір тағы нәрсе бірдеңеге тиіскім келіп отыр. Енді ойлап қалмасын енді жұрттар. Просто енді қарап отыр, көз түседі да. Шешіндіргің келіп отыр. Просто әселден ұялып отырмыз. Сені шешіндіремін десең. Екеулері нормально? Нормально. Короче, 91-ның футболкасын киіп алыпсың, эмблемасын. Соны бұл 91-ның фанатсың ба, несің сонда? Қалай бұл? Енді бір жесткий фанат емеспін. Деп футболкамен киіп артында Зак деп тұрмай үшін. Зактың фанатсың ба? Зак Тактиспенер ол шығыстық. Бұл маған бір қыз сыйлаған футболканы. Өзім 91 ұнайды маған музыкалары. Бірақ енді Зак, именно Зак деген фанат емес. Вообще, в целом 91 музыкасы ұнайды. Видео түсіремін ғой, видео түсіремін ғой. Астында комментарий жазып, шешіп тасташы футболканы. 91 болып кеткесін бе арман. Короче, мынандай сұрақ. Сендердің топ 3 әншілерің, музыканттарың, музыкаларың можете, топ 3 шетелдік әнші, топ 3 Қазақстаннан тыңдайтын әншілерің кімдер? Давай, әселден басайық. Төреғали. Қазақстан. Қазақша Төреғали. Яғни, естен кетпей қойды сол қыз деген. Сосын өзіміз, кім? Өзіміз. Кто здесь қасқыр деген. Потом 91. Көп ән тыңдамаймын, мен әнге жоқ адаммын да, вообще жалпы. Көңіліме ұнап тұрған әнді тыңдап көргім келеді, болды, сондай. Не, 3 әнші, енді шетелден бір тыңдайтын Россия, бұл СНГ, Америка жақтан тыңдайтын, мысалы, бар ғой, Заттыбек деген сияқты кісілер бар, мысалы. Америкадан ба? Иә, бар ондай. Мен кішкентай кезімнен қатты Селена Гоместі жақсы көремін. Гомес. Потом маған ұнайды. Вообще Тимати, как этот лейбл называется? Black Star'ның нелері ұнайды. Назима бар біздің. Иә, бәрі. Қосқан кезде. Назима, ана кім ғана бір қыз бар еді? Потом маған кім ұнайды? Маған Нюша ұнайды. Нюша. Мен әнге жоқ адам, мен, наверное, айтып жүрмін, вкусырандай деп. Но мен, короче, осы адамдар тыңдаймын. Әншілер ғой, дұры, жақсы ғой. Әйтін әркім талас болмайды. Менде музыка. Өтірік айтам. Пожалуйста, Төреғали Төрәлін алып тастайық та. Мирас Жүгінісовті қосайықшы. Ал Арманның топ 3 қазақстандық әншілері. Музыкаға енді. Музыканы мен ешқашан андай, просто музыка үшін тыңдамаймын да, тыңдап былай билет там. Музыкада мен тыңдасам, всегда, короче, видеоға келе ма, киноға келе ма, соны. Бірлет бізде бір музыканы Арман Салауат екеумізден шаурмаға сатып. Короче, біз бір күшті мелодия. Типа білмей қалды музыканы атын, Жоқ. Короче, бұлар бір видео істеп атады да, бір акиматский бесполезный видео ғой, короче. Соған бір күшті музыканы қоймақшы да, пианиномен, там, киношный музыка да. А если оны қолдансаң, оны же адамдар естіп қояды, уже әсер етпейді да адамдарға ол музыка. А мен ол музыканы бір киноға қосып келеді, короче.
И мен айтамын салават мына музыканы тиіспеші, мына музыканы мен басқа видео қолданшы дейді. Құмаш мен тауып алдым ғой дейді салават. Солай сөйлейді да, короче. Құмаш тауып алдым мен. Айтамын, да, давайте. Мен андаймын ғой, меркантильный деген сатып ал дейді да, короче. Мен бұларға коммерсантқа бір сатып жібереді. бір шаурмаға соң даже өз музыка қолданғанда шықтым соң бар ғой. Маған қазір новый бір рэпер шығарды, Тукен деген. Тукен деген. Екі кен деп тұрады, короче. Маған, короче, Лай-Лай деген новый әнші шыққан. Лай-Лай? Лай-Лай деген. Бірінші қандай болды? Тукен деген. Тукен, Лай-Лай. Şu бит маған көрсетіп тұрсың. Үшісін санаматқан ғой жаңағы былай не знайыз. Негізде көп қазір шөлден асып кетеді. Дархан Джуз бар, 91 бар, бәрі жақсы көреді оларды. Молданазар, иә. Ну, енді қазіргі кездегі современный Қазақстанның Сафи Фазыл деген. Современный ерекше әншілері. Сафи Фазыл деген жігіт бар. Бұл Шымкентте. Сегізіншісі деп. Үш-ақ деп айтып тұрған біз енді. Просто әдейі сондай андай қазір кішкене көтеріліп келе жатқанда да айтып жатыр да, енді әлі танымал емес особо, бірақ та енді көтеріледі-ау деп айтып жатыр да. Осы үш әнші. Шетелдік маған, короче, Россияда Свидание деген группа ұнайды. Ой, ана Джоджи деген білесіңдер ме? Ошол біздің Айсұлтан клип түсірді Джоджиға. I don't want friends деген. Негр ма? Айтпай қойсын, айтпай қойын. И Билли Айлиш. Үш топ айтып қазақстанский айтты. Еще мен андай музыка тыңдамаймын да, андай. Білесің ғой, типа андай. Детка, пустите меня на танцпол дейді андай. Тебя волнует твоя жизнь, меня твоя. Енді мынандай бір ойым болсын, давайте. Қазір карантин, ешкім железін ұйықтап отқан жоқ. Екеуің кезекпен кезек телефондарыңды аласыңдар, любой контактын ашасың, иә? Сол контакты любой бір адам сен таңдайсың, короче. Арманның контактысын. Арман соған звондайды. Короче, біз звондаймыз біреуге. Иә, біреуге. Сен бізге сөз айтып отырасың. Сөз айтып отырамын. А біз сол сөзге тышқан, шірек, ит, бірдеңе, балға деген сөздер айтып отырып, сен соны қолданып сөйлесің бір. Алло. Алло, Динара. Да, привет. Привет. Что там? Тыныштық па? Тыныштық емес, просто ауырттым жестко. А? Жестко ауырттым. Ішім Не жестко болып ауыртты. қалды? Ішім ауырып тұр қатты. Ойбой. Туалетте отырмын в данный момент. Енді прими, мезим хачак бар ма? Мезим? Иә. Мезим жоқ. Енді? Жаңа мен интернеттен қарағым ғой, типа, осындай жағдайда не істеу керек деп. Сол айтады, майонез жеу керек дейді. Умаш. Асқазанмен. Умаш. Соны еще жедім ғой, бә. Жестко. Андай банкіде болған ғой, менде майонез, соның бәрін жеп алғансың ғой. Енді ішім жестко ауырып отыр. Нужно было в аптеку идти. Сонда менде қазір бір неловкий жағдай болып тұр үйде. Прикинь, үйде отырмай уже, үйде бумага жоқ екен, прикинь, енді мен қазір қамалып қалдым как бы. Короче, сумен пробовать етейін дегенім, тоже не получилось, үйде су жоқ екен, короче. И мен вообще не в тем ситуацияда отырмын да, не істеуге болады деп звондап отырғанмын. Соған сен совет сұрайын дегенім, қандай музыка тыңдауға болады деп, осындай ситуацияда. Блин, только давай послушай Егора Крида. Тебе еще плохо будет последняя барошка. Егор Кридпен мен қазір вообще құра кіреді сияқты. Бір басқа. Я еще хуже будет. Динара, сен қазір боссың ба, сен келе аласың ба маған көмектесуге? Үйде бір андай тетрадьтар жоқ па, андай типа университетте қалқаған андай жазылмай. Нету. Сен қандай? Динара айтады, сіз алдандыңыз десең, а? Қалайсың, Динара? Саған кеттім да, просто барлығын сосын бәріне звондап атқам. Не ғой енді, мен бір нәрсе айтайын деген ғой. Мен, короче, бір баланы ұнатып қалдым да. И ана қатты сөйлейсіз, дауысыңыз естілмей жатыр. А, все, естіліп жатыр. Короче, сон туған күнді ой. Алло. Иә, туған күн. Алло. Естіліп тұр. Сон туған күні ойында жатқан ғой, соған андай мышка подарок деймін ба, білмей тұрмын да, не істеймін. Гүл подарок істеймін, ұят емес па? Олаға ма? Гүл кем ба? Не подарок етсем болады енді? Гүл неге? Олаға ма? Кем ба?
Носки банально ма? Носки ма? Носки дейсің ба? Алло. Иә. Носки дейсің ба? 42.500 алдыңыз, а? А? Сіз 42.500 алдыңыз. Иә, алдым. Сен қайда үйдесің ба? Иә, сізден сұрайын деген бол, 42.500 алсаңыз, маған ақша бере тұрасыз. Аха. Қадар қалдың? 42.500, короче, тапсадым ғой. Біреуден сұрап бере алмайсыз, ана 42.500 аламын. Именно 42.500 керек болса. Қанша айтсаңшы? 20? Ой, не могу, все. Все, короче, сіз алдандыңыз деп па. Сол жарайтынды ұйықтай беріңіздер, ренжімеңіз. Бүгінгі біздің осындай кішігірім сұхбатымыз осымен аяқталды. Арманға, Әселге және жүргізген өзіме рахмет айтамын десең. Все, давайте.